Ассаламағалейкум. Сіздермен бірге ауылдың жігіті Жәнібек. Бүгінгі контентте, яғни үй жағдайында пышақ қайрау, яғни қарапайым әдістер арқылы бұрыннан келе жатқан әдіс. Қазір бұрында айтатын еді, 100-ден бірі пышақ қайрайды деп. Ал қазір 1000-нен бірі пышақ қайрау білетін шығар. 1000 адамнан үшін тек бір адам. Яғни пышақ қайраудың ең жалғыз дұрыс әдісі, яғни пышақты қайрақ бойынша тек алға қарай жүргізу, яғни тек алға қарай жүргізу арқылы пышақ дұрыс қайралады. Алдыға, артқа немесе былай, оңға, солға сөйтіп қайрасақ, бұл пышақ қайрау жүзі дұрыс шықпайды. Яғни пышақ қайраудың ең дұрыс жалғыз тәсілі, бірінші пышақ қайраудан бұрын пышақтың жүзін шығару, оның градусын анықтау керек. Егер де мысалы бізде мынау 90 градус болса, пышақты біз 25 градуста қайрауымыз керек. Яғни мынау бұлай 90 градус, жартысы 45 градус, тағы да біз жатқызамыз, мынау 25 градус болады. Яғни осы 25 градус. 25 градус пышақ қайрау арқылы бұл мал бауыздауға, үйде нан кесуге, ет турауға арналған. Егерде әскери немесе аңшылардың пышағы болса, оны мұндай 50 градуста қайраймыз. Яғни жүзі қайтпау үшін, өйткені олар аңда жүргенде не дейді, ағаш шабады, қатты нәрселерді балтаның орнына қолданып кете береді, сондықтан жүздер қайтпау үшін. Ал бізде үйдегі пышақты, күнде қолданыс пышақ, бізде ол 25 градуспен кетеді. Осындай шамамен пышақтың дұрыс жақсы әдісі, сап жағынан әкеліп, ұшынан алып шығарамыз дейді. Сөйтіп осылай бір бағытта қайрай береміз. Сап жағынан әкеліп, ұшынан шығарамыз. Мынауды солай. Сап жағынан әкеліп, ұшынан шығарамыз. Сап жағынан әкеліп, ұшынан шығарып отырамыз. Бұл енді пышақ қайраудың ең жақсы әдісі үй жағдайында. Мынау енді бізде су қайрақ. Су қайрақпен қалай қайраймыз? Яғни мындай қайық сияқты болып тұрады, осыны су қайрақ дейді. Су қайрақтың астына шөберек саламыз. Шөберекті дымқылдаймыз, су құямыз. Бұнда үстіне су құйып жібереміз. Сөйтіп сулатып тұрып қайраймыз. Яғни су шығып тұру керек. Астында шөберек дымқыл болған кезде, басқан кезде бетінен су шығады. Бұл су өткізетін қайрақ. Суын шығарып тұрып қайраймыз. Соны су қайрақ дейді. Тағы да базарда ең көп таралған қайрақ, екі жақты қайрақ. Қазір менде болмай тұр. Бір жағы жуандау, бір жағы жіңішкелеу. Яғни бірінші жуан жағымен қайрақтың жүзін шығарамыз, жіңішке жағымен оны түзейміз. Ал менде мынау кәдімгі үлкен тоқ қайрақтың бір сынығы, бөлшегі, құдай қаласа қазір осымен қайрап шығарамыз. Менде кәдімгі қолдан жасалған пышақ. Мынау ара, қалың арадан, көне арадан жасалған. Осын жүзін шығарамыз. Бұл енді жүзі қайтып қалған шамалы. Яғни айтқандай саптың түбінен аламыз да, 25 градуспен саптың түбінен аламыз да, бетіп ұшынан шығарып өтеміз. Бисмилля. Пышақ жақсы қайрылау үшін осылай жалпы негізі ерінбеу керек. 10-15 минут қайрау керек. Кейбіреулер бар, жарты сағаттап, бір сағаттап қайрап, жүзін әбден келтіріп алады. Мынау баяғы көне қайрақ қой, тас қайрақ. Бұндай қайрақтар қазір көре бермей. Қазір бәрі немен наждакпен қайрақ көтті. Пышақ қайраудың ешқандай қиыншылығы жоқ.
яғни осылай жайлап қайрап үйренесіңдер. Сосын көздің өткірлігі болу керек, мына жүзді қарап білу керек, жүзді қараған кезде. Енді әркімде бүйтіп өте жақсы қайралған кезде бүйтіп көзді тіліп баратқан сияқты болады қайраған кезде. Жандарынан қарап отыру керек та, қай жер қайралмай тұр, қай жер ілмей тұр деген сияқты. Мысалы, үш жағын бүйтіп былайда қайрауға болады бүйтіп. Бас жағын, ұшын. Өйткенде мал тілгенде көбінесе ұшымен тіледі ғой. Ұшыда қатты қайрау керек. Жалпы бірінші осылай негізі жүзін шығарып аламыз. Міне байқап тұрғаныңыздай пышақтың несі шықты, жүзі шықты. Пышақтың жүзін шығарғаннан кейін пышақтың жүзін бізге тегістеу керек, яғни өңдеу керек. Ол үшін біз мынандай наждақ қолданамыз. Мынау 400-дік наждақ. Яғни әдемілеп жаңағыдай сол бір техникамен, бір әдіспен қайрамыз осылай. Бұл жерде жай істеу керек. Яғни бұл қайрақ мына жері не жуан ғой. Бұл тек жүзін шығарады, бірақ араларында мындай нелер болады. Тесік, кедір-бұдырлар болады. Соны біз жайлап тегістейміз. Яғни өте жақсы пышақтың жүзі айна сияқты жылтыр болу керек. Сол кезде өте жақсы қайралады. Наждақ енді базарда көп. Ұш жағын былай бөлек қайраса да болады өйстіп. Наждаққа бейді қатты көп салмаймыз. Наждақ несі тез өңдейді наждақ. Одан кейін 600-дікті аламыз. 600-дікке саламыз. 600-дік бар, көрдің, 600-діктің тегістеу. Әдемі жылтырлатады. Бұлай істейміз. Кесік бітті. Пышақ жүз шығайын десе сөйтеді. Яғни пышақ қайрағанда не дейді? Май кесіп жатқандай қарайсың бір жаққа қарай. Міне пышақтың жүзі шыққандай болды. Көріп тұрғансыз, күнге жылтырап тұр. Қайралған жүз өзі көрінеді. Бізде міне мынандай парақша бар. Hey. Шыртып кетті. Бізде мындай парақша бар. Орташа қайралған белгісі. Өте асықпай, ұзақ қайраса, өте қайраса, өте жақсылап тұр. Кескен кезде
бірден бүйтіп алып кететін болады дейді. Жалпы не тіке кесіп берді, осылай жақсы кесіп кету керек қайралған пышақ. Яғни бұл видео сіздерге пайдалы болса, лайк басамыз, комментарий қалдырамыз. Келесі видеода мына дат басқан пышақты қалай ағартудың жолдарын көрсететін боламын.